Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қайнатылмайтын, атылмайтын огонек дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге помидор, қызыл болгар бұрышы, чеснок және де хрен тамыры керек болады. Барлығының қанша мөлшерде керектігін мен сіздерге описание бөлімінде қалдыратын боламын. Егер де маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын басып, тіркеліп және де лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл негізінде көп өңірлерде кобра деп жатады, немесе сицибели деп те жатады. Ал енді бисмилля деп бастаймыз. Ең алдымен помидорларымызды өзіміздің өткізетін мясорубкамызға байланысты етіп турап алатын боламыз. Менде электрлік мясорубка, ал сіздер өздеріңіз блендермен немесе қолдың мясорубкасынан өткізе берсеңіздер болады. Негізінде помидордың етті, дәмдісін таңдап алғандарыңыз жөн, сонда сіздердің огонектарыңыз дәмді болып шығады. Сонымен қатар болгар бұрышында қып-қызыл және де еттісін таңдап алуларыңызға кеңес беремін. Енді барлығын осылай өткізіп аламыз, содан соң барлығын үлкен ыдысқа құйып араластырамыз. Қыздар, міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Бұның ең жақсысы, яғни плюсы, қайнатып жатпайсыздар және де атылып кетеді деп қорықпайсыздар. Кәдімгі баклажкада сақтай берсеңіздер болады, ол ешқандай да атылып кетпейді. Бөлме температурасында сақтасаңыздар да және де холодильникке салып жатсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Ешқандай қорықпай дайындай беріңіздер, өйткені ол атылмайды. Егерде сіздер мен баклажкаға құймаймын, зиян дейтін болсаңыздар, онда сіздер өздеріңіз банкаға құйсаңыздар болады. Негізінде баклажкадан да атылмайды, аса қатты зиянды деп те ойламаймын, сондықтан да мен өзім сол баклажкаға құя бердім. Мінекей біз барлығын өткізіп алдық. Енді қазір барлығын үлкен ыдыста араластырып дайындайтын боламыз. Мінекей болгар бұрышымызды және де қазір сарымсағымызбен, яғни чесногымызды, содан соң хренді қосып, барлығын бір масса болғанға дейін араластырып аламыз. Негізінде, егерде сіздер тағы да ащырақ болсын дейтін болсаңыздар, ащы бұрыштан да кішкене қосып жіберсеңіздер болады. Менің балаларым жей алмай қалмасын деп, мен ащы бұрышты қоспадым. Сондықтан да негізі бұл қосқанның өзінде де чесногы бар болғандықтан кішкене ащылау болады, кішкене ғана мөлшерде. Сондықтан да егерде бұдан да қатты ащы болсын десеңіздер, кішкене ғана ащы бұрыштан қосып жіберсеңіздер болады. Мен негізінде укроп қостым. Сіздер петрушка, укроп қоссаңыздар да болады, немесе қоспасаңыздар да болады, ол өз қалауларыңыз бойынша.
Менде қыздар тұз үлкен ас қасықпен 3 ас қасық кетті. Негізінде сіздер өздеріңіз дәміне қарай көріңіздер. Егерде татымы болмай тұрса, сіздер тағы да 1 ас қасық қосып жіберсеңіздер болады. Енді барлығын араластырып, қазір үстінен аспирин қосатын боламыз. Аспиринді негізінде 1 литрге 1 аспирин жүреді. Менде бұл жерде 6,5 килограмм болғандықтан 6,5 аспиринді езіп қостым. Аспиринді сіздер алдын ала оқтаумен сыртын ашпай тұрған кезінде оқтаумен езіп алсаңыздар болады, сонда ыңғайлы болады. Кейін осылай ашып видеода көрсетілгендей етіп барлығын араластырып шығасыздар. Негізінде бұл аспирин бізде ешқандай да бұзылып кетпеуіне көмектеседі, сондықтан да міндетті түрде аспирин қосуды ұмытпаңыздар. Мінекей қыздар, бізде бетіне қоюы шығып, қоюланып, әдемі болып қалды. Енді біз қазір осылардың барлығын баклажкамызға құятын боламыз. Егерде сіздер баклажкаларыңызды тазалап жуып содан соң құя бересіздер, немесе содамен жуып алсаңыздар да болады баклажканы. Содан соң барлығын үстінен құйып дайындаймыз. Мінекей қыздар, мен барлығын құйып дайындап алдым. Өте дәмі керемет болып шықты. Әсіресе қыстыңғы күні палаумен немесе ет асқанда сонымен қосып жейтін болсаңыздар, өте дәмді болып аппетиттарыңызды ашады. Сондықтан да барлықтарыңызға қазір дайындап көруге кеңес беремін. Қыздар, мінекей біз барлығын араластырып болдық. Енді 1 түнге салқынға қалдырып қоямыз. Балконға шығарып немесе далаға шығарып қоюымыз қажет. Міндетті түрде маған тіркеліп, видеома лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.